Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып отырайық ағайын. Балуан Шолақ қазақтың халық композиторы, ат ойынның түрлі тәсілін меңгерген өнерпазы, күш өнерін көрсеткен спортшысы, жауырыны жерге тимеген балуаны. Оның есімінде халық осы соңғы өнеріне сүйсінгендіктен еркелетіп, жас күнінде саусағын үсті алуына байланысты Балуан Шолақ деп атаған. Әйтпесе өзінің азан шақырылып қойылған шын аты Нұрмағамбет Баймырзаұлы. Шыққан тегі ұлы жүздің дулат тайпасының, Шымыр ішіндегі Сәмбет руынан. Бірақ аталары ерте кезде арқаға қоныс аударғандықтан, оның бар өмірі Көкшетау өңірінде, Атығай, Қарауыл руларының арасында өскен. Әкесі Баймырза ағаш шебері болған, әкесіне қарағанда шешесі қалампыр қарулы кісі болған дейді. Алып анадан деген ғой, Балуан Шолақта осы анасына тартып, теңдессіз алып күштің иесі болған. 14 жасынан бастап күреске түсіп, ат қуғында ойнаған спортшы болған. Шауып келе жатқан ат үстінде әртүрлі күрделі жаттығуларды шебер орындаған. Мысалы, жүйткіп келе жатқан ат үстінде түрегеліп, не басымен тұруы, аттың бауырынан өту. Бір аяғын үзеңгіге қыстырып, шалқалап жатып шабуыл бойындағы жойқын күшті, ептілікті шебер игере алатындығын, қазақтың далалық цирк өнерінің іргетасын қалағандығын айғақтайды. Көкшетау қаласындағы үлкен жиындарда 51 пұт, 830 келідей кірдің тасын көтеріп, дүйім жұртты таң қалдырған. 1899 жылы орыс палуаны Иван Каренмен күресіп, оның қабырғасын сындырғанда Балуан Шолақ 35-те еді. Мұның үстіне Балуан Шолақ әнкүйге жасынан құмар болады. Бертін келе, жігіт шағында Балуан Шолақ осы екі өнерді қатар дамытады. Әке шешесі қайтыс болған соң, Ғанеке деген қызға үйленген Балуан Шолақ ел аралап, салдық құрады және жалғыз жарым жүрмей, маңына әнші күйші, палуан, өнерлі жастарды жинайды. Топ құрып, ансамбль болып сауық құру Балуан Шолақтың дәстүріне айналған. Өзі ұстаз тұтқан бір жансал, ақан сері әндерінің тамаша орындаушысы әрі насихатшысы болады. Олардың әнші композиторлық дәстүрін берік ұстанып, кейін өзі де ән шығарады. Бұл тұрғыдан алғанда, Балуан Шолақ қазақтың әншілік өнерін өрістетуге үлкен үлес қосқан композитор. Көкшетау, Қарқаралы, Қараөткел, Сарысу бойындағы елдерді түгел аралаған. Балуан Шолақ Баянауыл, Семейде болады, арқаның әндерін Жетісуға жеткізеді. Осы сапарында Кенен Әзірбаев Балуан Шолақтың көптеген әндерін үйреніп, халыққа таратады. Балуан Шолақтың ашылы айрық Балуан Шолақ, Желдірме, Дікілдек, Көкшетау, Қосалқа, Қосперне, Құлан кісінес, Кенже қоңыр сияқты әндері бар. Оның халық арасына кеңінен тараған әндері Ғалия мен Сентябрь. Ғалия, нәзік сезім дүниесін, мөлдір махаббатты шеберлікпен сыршыл әуенде жырлаған ғашықтық лирикасы болса. Балуан Шолақтың әндерін шебер орындаушылар Жүсіпбек Илебеков, Жәнібек Кәрменов, Қайрат Байбосынов және тағы басқалары болды. Белгілі музыка зерттеушісі Александр Затаевич ел арасынан Балуан Шолақтың бірнеше әндерін жазып алып, оны қазақ халқының 1000 әні және қазақтың 500 әні мен күйі жинақтарына енгізеді. Сан өнерімен халқын риза етіп, сарыарқасын сазды әуенімен тербеткен заманының айтулы сал серісінің бірі болған Балуан Шолақ Баймырзаұлы 1916 жылы өзінің өскен өңірі Өзектісайда қайтыс болады.